адам вообще ауырып көрмесе, оған мына өмір тәп-тәтті болып көрінеді. Әрқайсысы бір перғауын болар дейді. Бәріңізге сәлем. Бұл Жұлдыз және Хикмет пердесі каналына қош келдіңіздер. Жалпы бүгін мен именно болады ғой, ауру сырқаудан жазылмай жүрген, басына қандай да бір ауру келіп жүрген адамдарға байланысты өте керемет ақпаратпен и күшті бір амалмен бөліскім келіп тұр. То есть получается, әрбір аурудың келу хикметі бар екен да. Ол бекерден бекер бізге зиян тигізу үшін келмеген, оның көптеген хикметтері бар екен. Соны бөлісемін и потом осы бір күшті амал беремін. И білесіздер ма, ол амал арқылы жаңағы осы амалды қолданған оқушым тіпті жақыны рак ауруынан жазылған ғой. И не только өзі, тағы бір басқа адамға беріп бөліскен осы амалды, оның да жақыны тоже рактан жазылған екен ше. То есть мен айтып келіп тұрған жоқ, что это 100% нет, шифа Аллахтан, бірақ амал бізден ғой. Сол үшін сіздерге осындай күшті бір амалды бөліскелі отырмын. Бисмиллах деп сабақты қарасаңыздар түсінесіздер. Жалпы негізі Аллах Тағала адамға ауру жіберген кезде біз ойлаймыз ғой, это плохо, жаман, бұл неге келді маған? Мына ауру мен қандай да бір күнәм үшін келген шығар, мен бір денсаулығыма қарамай кеттім ғой, содан келген шығар деген сияқты әртүрлі ойларға ойлай береміз, иә, ол бәлкім дұрыс та шығар да, бірақ аурудың келуінің өзінің хикметтері бар екен да, өте көп түрі. Но бірақ сіздермен қазір мен бірнеше түрін бөлісіп кеткім келіп тұр. То есть не үшін бізге ауру келеді? Жалпы бірінші хикметі аурудың келуінің. Мысалы, өмірімізде бәрімізде бір сәт болсын ауырып көрдік, иә. Басымыз ауырады, тісіміз ауырады, иә, әртүрлі аурулар болды, больницаға да жаттық деген сияқты. Айтады да, жалпы негізі мына өмір андай болады ғой, судың ағысындай өте жылдам өмір дейді да. Байқайсыздар ма? Кеше ғана осыдан жаңағыдай болады ғой, кеше ғана мына бала 3 жаста еді, уже өсіп кетті ғой мына балаң, иә, деп отырамыз да. 15 жасқа келіпті ғой мына бала. Кеше ғана кішкентай жүгіріп жүрген бала емес па деп андай болады ғой, настолько уже уақыт жылдам, даже 10 жылдың өтіп кеткенін байқамай қаласың да. И адам дейді да, сондай бейғам, андай өмірінде күнделікті уақыттың өтіп жатқанын байқамайды. Естественно, уақыт жылдам болғандықтан кейде құлшылығына мән бермейді да. Кейбіреу бәлкім білмеймін, намазын оқымайды, кейде Раббысына бармайды алдына, дұғасын сұрамайды, мысалы қандай да бір құлшылықтарын жасамайды бәлкім да. И осындай сарқырап жатқан ұзақ өмір болады, тез өтіп кететін өмірді баяулататын нәрсе ол ауру екен да. То есть уақыт өте жылдам өтіп жатыр. Байқамай қаласың ше, кеше ғана бір сүре жаттасам екен деп жүресің, бірақ ана сүре кішкентай ғана ана жаттауға ары кетсе бір сағат кетеді негізінде. Бірақ сол жаттамағасын сүрені и қарасаң 10 жыл өтіп кеткен да. 10 жыл өтіп кеткен. И получается міне осындай өте жылдам өмірді баяулататын саған андай болады ғой, Раббыңды еске салатын нәрсе ол ауру екен. Неге? Өйткені мысалы қараңызшы, бір адам тіс ауырып жатыр да. Енді тіс ауырған бәріңізде болды ғой. Сол тіс ауырған уақытта мысалы түнімен ауырып шықса тісің, ана адам үшін, тіс ауырған адам үшін, ана бүкіл түн бар ғой, целая вечность болады да. Ұзақ өткендей болады ше. Ал для нас это просто ұйықтап тұрдым, ұйқым қанбады деп тұра саламыз да айтқан кезде. Ал ауырған адамға анау түн өтпей кетеді ғой. Каждую минуту, каждую секунду өтпейді да. Настолько ше, ұзақтығы соншалықты. И сондай уақытта ана адам айтқан кезде жалғыз қалады ғой, енді ауырған адам ше, жалғыз қалады да бәрібір де. И ойланған екен да, я Аллахым деп сол кезде былай Раббысына қарай бастайды да. Құдай-ай деп өлдім дегенде, Құдай-ай, қашан ауру кетеді екен, я Аллахым деп жалбарынамыз ғой, по-любому ше. Получается, ауру саған келеді, сенің андай тез өтіп жатқан өміріңді бір сәтке баяулатып, Раббыңды еске алуың үшін екен да. Сондай бір үлкен хикметі бар екен. И сол үшін де ауру келген кезде бәле келді деп қабылдамау керек екен. Ауру келген кезде бұл маған өзіндік түсіндіретін хикметі бар сабақ келді деп қарастыру керек екен. Аурудың екінші хикметі, жалпы айтады да, негізі адамға ауру келсе, адам шүкір ету керек дейді да. Қалай шүкір етесің? Итакта ауырып отырсың да. Не ауырғаныма шүкір дей алмайсың ғой. Бірақ айтады да, не үшін шүкір ету керек? Өйткені, оказывается, жалпы негізі адам өмірінде ғибадаттың екі түрі болады екен. Болымды и болымсыз. Болымды деген не? Өз еркімен барып намаз оқисың, өз еркімен ораза ұстайсың, өз еркімен зікір айтасың бәлкім да. То есть өз еркімен жасалған осындай болымды ғибадаттар. Ал екінші болымсыз түрі қандай? Міне осындай ауру сияқты нәрселер келген кезде, вот сол кезде Аллах Тағала сол сәтті ғибадатқа айналдыратын моменттер екен да. Мысалы, например, айтады да, жалпы адам дейді ауырады ғой, қатты ауырады. Сол моментте дейді Аллах Тағала оның ауырғанына қарап айтқан кезде, оның даже 1 минутын 1 сағаттық ғибадатқа айналдырады екен. 1 сағаттық. Енді білмеймін сіздің өміріңізде қандай адам бар. Мысалы, біз ондай адам көрмейміз ғой, сағаттап намаз оқып жатқан, сағаттап жаңағыдай зікір айтып жатқан адамдар өте сирек қой енді айтқан кезде. То есть получается, адам, когда у нее все хорошо, өздігінен барып қой ғибадатын жасайын деп 15 сағат бойы отырмайды да, ол намаз оқымайды ше өздігінен.
Ал получается Аллах Тағала осындай моменттерде, когда біздің құлшылығымыз азайып кеткенде бәлкім ше осындай бір ауырып жібереді, бәлкім ол сенің бір-ақ сағаттық бас ауруы болуы мүмкін да, бірақ сол бір сағаттың ішіндегі әрбір бір минутын бір сағаттық ғибадат қылып ауыстырып жібереді екен. Не үшін? Чтобы сен сондай бір үлкен сауапқа кенелту үшін. Получается дейді, бірақ бұндай нәрсе кенелту үшін ол адам ол сауапқа ие болу үшін өзіндік бір кішкентай ғана шарттары бар екен да. Қандай? Ол адам дейді, бірінші шағым айтпау керек екен. Аллахым, неге жібересің мына ауруды? Мен ауырмау керек едім ғой, аттай шауып жүру керек едім ғой деген сияқты адамда наразылық болмау керек екен. Ол сразу любой құл ауру келді, келу керек болғаннан кейін келді. Өзіндік хикметі бар бұл жерде деп кәдімгідей адам түсіну керек екен. Екіншісі, оған сабыр ету керек екен. Я больно. Басымыз ауырып баратыр, жатпай баратыр да, например. Сондай уақытта не істеу керек? Бұл аурудың келу хикметі де бар ғой өзінің. Аллах Тағала бекерден бекер ауыртқан жоқ мені ше. Қазір осы отырғанда бір басым ауырған сәтте бір минутымның өзі үлкен ғибадат болып жатыр менде. Деп сондай әдемі сабыр ету, міне сол сабырлық екен да, оказывается. Сол үшін де дейді, когда саған ауру келген кезде, бірінші түсін дейді, что ол ауру бәле емес еді дейді. Наоборот, сенің әр минутыңды бір сағаттық ғибадатқа айналдырып, сені өте үлкен сауапқа кенелту үшін дейді да. Ал екіншісі соған әдемі сабыр қыл дейді да. Неге? Өйткені түсінесің да, сен ауру бекерден бекер келмеді. Получается, екінші хикметі осы екен. Үшінші хикметі ауру келуінің. Жалпы мына өмірде біз всегда былай даже дұға тілекте айтамыз, я, деніміз сау болсын, үнемі ойнап күліп жүрейік, тек қана бақытты болайық деген сияқты. Бірақ жақсы, я, жақсы тілектер. Бірақ дейді да, егер адамның өміріне ауру келмесе, мына өмір настолько оған тәтті болып кетеді екен да. Ақыретін адам ойламайды екен. Ана жағым не болып жатыр менің, құлшылығым не болып жатыр, ертең кетем ғой мен мына өмірден деп ойламайды екен да, потому что ол даже оны ойлағысы да келмейді да. Неге? Өйткені ауырып көрмеген. Представьте, бір адам вообще ауырып көрмесе, оған мына өмір тәп-тәтті болып көрінеді. И ол адам ақыретін де ойламайды, ертең келетін қабірді де ойламайды, ештеңені ойламайды да. Оған даже тіпті келіп, ертең қабір күтіп тұр ғой, қойсайшы, қабір азабы деген бар десең, ол түсінбейді, потому что ол ауырып көрмеген, ол ауырсынуды сезбеген да, понимаете? Сол үшін де мына өмір тәтті болып кетіп, ақыретті ойламай кетпеу үшін адамның ауру келеді екен, чтобы өйтіп әлсіреп қалып, енді ауырғанда әлсірейсің ғой, әлсіреп қалып, ертең осы жатады екен ғой, осылай дәрменсіз болып, өйстіп кетеді екен ғой деп адам ойлану үшін екен да. Өйткені қараңыздар, ауырған адам часто жалғыз қалады. Я оның қасында мамасы папасы жүреді, жаңағыда суын беріп, шайын беріп деген сияқты. Но бірақ демалып алсын деген сияқты жалғыз қалдырады да. То есть адам всегда ауырған кезде жалғыз қалып кететін моменттер өте көп. Вот сол моментте адам не істейді? Қаласа да қаламаса да Аллахты ойлай бастайды, ақыретін ойлайды, ертеңін ойлайды, өзінің әлсіз, халсіз болып жатқан уақытын ойлайды, қазіргі уақытын ойлайды да. И сөйтіп, я Раббым дейді ғой, я Раббым, сенен басқа ешкім жоқ екен ғой маған көмектесетін, шифаңды берші деп еріксіз түрде Аллахқа жалбарынады да. Бұл айтқан кезде ауру не үшін келді бізге? Ұстаз болып келеді екен да. Не үшін? Ертеңгі ақыретті еске салып, на самом деле сенің жай ғана әлсіз құл екенді еске салады екен да. Раббыңа сені жүгіртеді екен ғой. И еще тағы нәрсе естігенім бар. Айтады да, жалпы адам дейді, егер мына өмірде дейді, ешқандай адам ауырмаса дейді, әрқайсысы бір перғауын болар дейді да. То есть перғауын болады дегенде, перғауынның сипатындай болады дейді да. Уже ол адамға ничего не страшно. Ол ауырып көрмеген, ауырсынуды сезбеген, өмірінде все хорошо. И ол адам қиындық келеді ау, мына өмір бітеді ау, ертең ақыретім бар ау, ақырет мен не жинап жатырмын деп ойламайды ол адам. Не істей аласыңдар маған дейді, не істей аласыңдар деген сияқты. То есть перғауынның сипатындай болып кетеді дейді да, әр адам ауру келмесе. Получается, ауру не? Ұстаз екен да. Бізді сабыр ет, тыныштал, ертең ақыретіңді ойла. Өйстіп мәңгі жүре бермейсің, ертең кетесің мына өмірден деп, мына өмірдің тәттілігінен үзетін осындай ұстаз екен. Жалпы ауру келудің төртінші хикметі. Мысалы, есетіңіздерші, бір дизайнер бар да, керемет дизайнер, ол керемет көйлек тігеді да, мысалы. И сөйтіп базардан бір манекен сатып алады. Кәдімгі пластмасс манекен. И сөйтіп ана манекенді қойып қояды да, жаңағыдай үстіне көйлек тігеді. Ол көйлек ұнамай қалады, етегін қысқартады, жаңағы оған гүл жабыстырады, оған бабочка жабыстырады, ұнамай қалып оған ыстыразы қояды. Одан да күшті әдемі болу үшін айтқан кезде сағаттап жұмыс істейді. Ана манекеннің үстіне қойып қояды да, көйлекті әбден айтқан кезде кесіп, пішіп, тігеді да. И сөйтіп жасатқан кезде махаббатын салып, жаңа манекенге жан бітіп, не істеп жатсың, шаршап кеттің, короче, немене берен, көйлекті то тігесің, үстінде көйлегіңді құрттың ғой, то қырқасың, не деген сұмдық деп айтса, дизайнер шоке болады ғой енді. Айтады да, жөніңді білсе, сен манекенсің, мен ғой дизайнер, мен білем ғой дейді да, не істеп айтқанымды. Вот тура сол сияқты айтады да, Аллах Тағаланың дейді, неше түрлі көркем есімдері бар. И оны адам тану керек та, әр есімін. И сол Аллах Тағала өзінің әртүрлі көркем есімдерімен адамды жаратқан, и оның бүкіл организміне салып қойғанда әртүрлі нәрсені, мысалы көзіміз керемет көреді.
тіліміз сайрайды, құлағымыз естиді, дене мүшеміз барлық сезеді, сезім мүшелері бар, неше түрлі андай болады ғой, даже сезімді өткереміз, қуаныш, қайғы, мұң деген сияқты нәрсе өткіземіз бәріміз. То есть получается, осының барлығын Аллах бізге салып қойған өзінің көркем есімдерімен. Например, қараңыз, егер менің қарным ашса, на самом деле былай айтқан кезде мен негізін тамаққа мұқтаж болып тұрған жоқпын. Бұл менің разақ, Аллахтың разақ сипатының көрінісі. То есть мен не істеймін? Тамақ жеу керек деймін да. Ол дегеніміз не? Аллах Тағала маған сондай қарын ашу деген сезімді берді. Не үшін? Разақты іздеуім үшін. То есть тамақты табатын мен емес, мені тойдыратын Аллах. Ол әр-разақ деп ойлаймыз да. То есть соны түсінуіміз керек біз. И міне тура осылай Аллах Тағала өзінің құлының бойына, өзінің көркем есімдерімен андай өте бір керемет болады ғой, даналығын салып қояды да. И сонда адам Аллахты тани береді екен. Енді қараңыздар. Бұл Аллахтың разақ есімі. Енді қараңызшы, Аллахтың шафи есімі бар. Шифа беруші есімі бар. Енді адам Аллахтың осы шифа беруші есімін тану үшін не істеу керек? Естественно, ауырлық сезімді сезіну керек қой. Ол ауырып көру керек. Не үшін? Өйткені Аллахтың осының шафи деген сипаты бар екенін түсініп, шафи, маған шифаңды берші деп сұрау үшін. Ауруды бергенде Аллах, оған дәрісін беретін де, ол ауруды жазатын да Аллахтың өзі ғой, айтқан кезде. Ендеше біз не істейміз? Ауру келгенде, ол бізге бәле болып келді, ол мен какой-то бір күнәм үшін келді, мен жаман болғаннан кейін келді, из-за меня келді деп ойламаймыз. Бұл Аллахтан келді. Не үшін? Өзінің шафи сипатын менің бойымнан таныту үшін. Чтобы мен тануым үшін шафи деген қандай ол сипат? Соны білуім үшін келді. Ендеше, Аллахым, мына ауруды жіберген өзіңсің. И оның шифасын да беретін өзіңсің, шифасын берші деп айтамыз да. И сол кезде не істейміз? Біздің бойымыздан Аллахтың шафи сипаты көрінеді екен да. Тура сол сияқты, например, сен бір нәрсені білмейсің да. Жаңағыдай әлі көп нәрсені түсінбейсің. Бірақ барып сол салаға байланысты білім алдың, түсіндің, оказывается, осыдан кейін осылай болады екен деген сияқты ілім алдың да. Бұл деген не? Аллахтың әлем сипатының көрінісі. Тура сол сияқты сіздер дәл қазір түсінсеңіздер, Аллахтың хаким сипаты жүріп жатыр. Неге? Өйткені сіздер аурудың келуінің артындағы даналықтарды, хикметтерді түсініп жатырсыздар ғой. Вот это Аллахтың хаким сипаты. Сонда получается, біздің өмірімізде үнемі, үрдіссіз, прям тоқтаусыз Аллахтың әрбір сипаты, әрбір көркем есім көрініп тұрады екен. Ол көрініп тұру керек екен. Ендеше ауырып қалсаңыз, пожалуйста, оны бәле деп көрмеңіздер. Оны дәл қазір Аллах маған өзінің шафи сипатын танытып жатыр. Альхамдулиллах деу керек екен. Келесі аурудың келу бір хикметі айтады да, жалпы аурудың дейді негізі зияндысы жоқ екен. Бізге ауыратқан моментте полностью зиян болып көрінеді ғой. Бір не бар, притча бар. Бір керемет ұстаз болған екен да, өте мудрый адам деп айтайыншы. Соған бір жас жігіттер келген ғой. И әбден ауырып қажыған екен да. И жаңағы ұстазға шашаған ғой, енді ем таппаған да, ан жаққа барған, мына жаққа барған. Сіз жаңағы ұстазға келіп айтқан екен, ұстаз, айтыңызшы, не істесем болады? Таппадым емін. Бұл не үшін келді деп. Сол кезде ұстаз айтыпты да оғанша, уайымдама дейді. Бұл аурудың келу өзінің миссиясы бар дейді. То есть получается, әр ауру келеді адамға зиян тигізу үшін емес, аурудың ішінде зиян деген нәрсе жоқ екен вообще. Не үшін келеді екен? Адамға бір нәрсе үйрету үшін келеді екен. Айтады да, мысалы, допустим, вообще ауырмайтын адамдар бар, арамызда бар ондайлар, вообще аурудың дәмін көрмегендер бар. Айтады да, ауруды мүлдем сезінбегендер, олар үнемі бейқамдылыққа салынады дейді да. Бейқамдылық деген не? Алды-артыңды ойламайсың, ертең не болады деп ойламайсың, ертең кетем ғой ар жаққа, өлем ғой деп те ойламайды да ол адам. Жүре береді, мәңгілік осылай өмір сүретін сияқты, бір ұзақ өмір сүретін сияқты жүре береді. Когда ауырған кезде жайлап жан-жағыңа қарап, жинала бастайсың ғой, құрсын, үркітпейін деген сияқты. Ол тура сол сияқты дейді да, аурудың келу миссиясы бар. Өзінің үйрететін саған сабағы бар дейді да. Сабағы бар, сол сабағыңды үйренесің, сосын ол кетеді, уайымдама дейді да. То есть получается, не істеу керек? Ауру келді ма, сразу, Аллах маған осы бір ауру арқылы бір өзінің үйрететін сабағы болып тұр деп ойлану керек екен. Мысалы, допустим, болады ғой, адам ауырған кезде сондай әлсіз халде болады да. Ештеңе настроение болмайды, если честно. Сен мына өмірде проблема деп жүрген проблема болмай қалады уже. Басқа именно денсаулықпен, осындай денсаулыққа келген кезде бір қандай да бір ауру, адамның осы қайын проблема деп жүргендер проблема болмай қалады уже. Понимаете? Неге? Өйткені адам сондай халсіз күйге түседі, сондай әлсіз күйге түседі, адам ойлана бастайды ғой уже. Бір осознание келеді да. Бір әйтеуір саған бір нәрсе түйесің ше өзіңе, осындай екен ғой деп ше, ауыратқан кезде. Вот сол осознание аурудың келу миссиясы екен ғой, оказывается. Сол үшін айтады да, аурудан қорықпаңдар дейді да, ауруды жек көрмеңдер дейді. Оны зиян деп көрмеңдер. Аурудың ішінде мүлдем зиян жоқ. Неге? Өйткені аурудың келу өзінің миссиясы бар. Как только сен миссиясын түсінесің, сол сабағыңды аласың, ауру кетеді екен да, былай айтқан кезде. Сол үшін де енді түсініп тұрмын ше, қазір айтқан әңгімем, ауырып жүрген адамдарға ол қандай сабақ, ол
жазылсам болды, құрсыншы, ауырмағандар түсінбейді деп айтады да, ойлайды да. Бірақ осы қараңыздаршы, міне ауырып жаңағыдай емін таппай сандалып ана жаққа барып мына жаққа барып жүрген кезде бір күн жазылдың да ол аурудан. Болды, сен ол анадам уже вообще басқаша болады да. Уже былай айтқан кезде оның түсінігі бар, уже одан мудрость бар, ол түсінеді, любой уақытта ауырып қалуы мүмкін, любой уақытта әлсіз болып қалуы мүмкін, и андай керден қақпайды да, кеудесін керіп анда бейғамдыққа салынбайды. Былай айтқан кезде ойланады, все равно ауырмаңдар дейді да. Әйтеуір кем дегенде ақыл айтады, денсаулығың мықты болсын, главное, проблема емес дейді да. Мысалы бір танысы оған келіп, мен қарызым бар еді деп жылап келіп тұрса, айтады, дені сау болсыншы дейді. Дені сау болсыншы, ауырмаш, главное, жабылады ол қарыз дейді да. Өткен ғой өзі. Понимаете? Вот получается, ауру келуінің тағы бір хикметі, ол саған өзіндік сабағын беру үшін келген осындай бір миссиясы бар екен да аурудың. Ауру келуінің тағы бір алтыншы хикметі, айтады да, өте бір андай керемет даналық сөз бар. Әр нәрсенің қадірі дейді, оның қарама қарсылығымен білінеді дейді. Ол қалай? Мысалы, біз тоқ кезде біз тамақтың қадірін білмейміз. Это норма. Дұрыс қой, тамақ әр үйде тұрады дейміз да. А вот қарның ашқан кезде үйіңдегі бір кусок, даже бір нанның өзін бар ғой, бір тілім нанның қадірін білесің да. Тура сол сияқты, например, жастықтың қадірін қартайғанда білесің. Былай айтқан кезде ақшаның қадірін жоқ кезде білесің, былай айтқан кезде денсаулықтың қадірін қай уақытта білесің, денсаулықтан айырылған кезде білесің ғой. Ал денсаулығы мықты болып тұрған кезде сен денсаулығыңа ойламайсың. Сен оған мына денсаулыққа аманат ретінде қарау керек, витаминдерін дұрыс уақытымен ішейін демейсің. Когда ауырған кезде тыпырлап бастайсың ғой, ойбай, витаминдерім қайда деп ше. Вот получается, әр адам дейді, ауру не үшін келеді екен? Сендегі денсаулығың қадірін біл деу үшін келеді екен да. То есть получается, қараңызшы, мысалы, бір адам қатты ауырып, жаңағыдай әр врачқа барып, әйтеуір Аллах шифасын беріп, жаңағыдай дәрілерін ішіп, витаминдерін тұрақты ішіп, уже тамағына уже андай дұрыстап қарайды да. Ол любой тамақ жей бермейді, уже дұрыс тамақтанады, спортпен шұғылдана бастайды, андай ұйықтайтын ғана ем болмағанда тамақ ішпейді да, уже өткені басынан өткен ауырған уже ол шифасын таппай сандалған әбден. И ол адам уже одан кейін денсаулығына аманат қылып қарайды да. Вот тура сондай ауру келді ма, онда бұл не деген сөз? Бұл саған зиян келіп тұрған жоқ. Наоборот, саған денсаулығыңа қарамай кеттің ғой. Кішкене аманатпен қарасайшы денсаулығыңа, бұзылайын деп жатыр ғой денсаулығың. Денің сенің өзің денең болсын, андай болады ғой. Саған аманат қылып берілген Аллахтан келген сый ғой. Дұрыстап қара деген сияқты осындай бір сабақ екен да. Сол үшін де адам дейді, денсаулығын қадірін білу үшін обязательно ауырып көру керек екен да. Келесі хикмет, жалпы ауру келуінің, ауруды білесіздер ме? Оказывается, иман дәрісі деп өткен. Иман дәрісі, қалай ол иман дәрісі болады ауру деген? Мысалы, допустим, қараңызшы, сіз қолыңыз жаңағыдай кір болып келесіз да, жуған кезде сабынмен жуасыз обязательно. Потому что сіз түсінесіз да, что сабын ана қолдағы кірдің барлығын жуып кетеді. Просто суға жуғаннан гөрі сабынмен жуған, кішкене сенімдірек болады да, что қолың таза екеніне кішкене сенесің деген сияқты ғой. Вот тура сол сияқты дейді, адамның жасаған қаншама, мысалы, біздің күнәларымыз бар, қаншама бір былықтырған нәрселеріміз көп қой, енді былай айтқан кезде. Оны кейбіреуін білеміз, кейбіреуіміз білмейміз, даже ұмытып кеткенбіз да настолько. Вот ауру келеді дейді, адамға не үшін? Сондай бір ұмытып кеткен, тәубе етіп үлгермеген күнәлары бар болса, солар жуып шайып кету үшін екен. Получается, андай болады, мысалы кейде айтамыз, мен иманым әлсіреп кетті дейді моменттер болады ғой. Сондай моmentтерді түсіну керек екен, егер ауру келсе, онда сенің иманыңды өсіру үшін келген иман дәрісі дейді да, былай айтқан кезде. Сол үшін де иман дәрісіне қарсы ренжуге болмайды екен. Неғып келді деген сияқты. И естественно, өзіңді жеуге болмайды. Ауру келді, значит мен күнәһармын ғой деп вообще жеуге вообще болмайды. Ой, вот вообще нельзя. Неге? Өйткені иман дәрісі адамды жазалау үшін келген жоқ. Сен күнәһар болып кеттің деп. Нет, наоборот, сені тазартып алу үшін саған да бір көмек ретінде келді. Сол үшін де вот представьте, ауырып жатсыз да, температураң көтеріліп жатыр. Никак енді тұра алмай жатсың. Сондай моментте хотя бы ішіңізден түсініңізші, что дәл қазір Аллах Тағала сізді тазалап алып жатыр, рахаттанып прямо да болады ғой. Сендегі бойыңдағы әрбір күнәнің өзі қалмайтындай қылып тазалап жатыр сені. И ондай кезде рахаттанасың ғой. Күшті ғой бұл деген. Сол үшін де аурудың келесі хикметі, аурудың иман дәрісі екенін түсіну, оған и разы болу екен да. Ал келесі аурудың жалпы бір хикметі, негізі бұны айту оңай емес ше, бірақ сонда да айтылу керек та. Мысалы, арамызда жақындарымыздан болсын болды осындай бір аурудың себебімен қайтыс болған кісілер болды. Кішкене қиналып қайтыс болған кісілер болды да. И біз сондай уақытта почему-то андай бір жаман картина көреміз да. Ол адам жаңағыдай өмірден түк көрмей, жаңағыдай ауырып, қиналып қайтыс болды. Ол дұрыс емес деп ана адамды аяймыз ше. Айтады да осындай уақытта, наоборот дейді, ол адам дейді, егер өмірден ауырып кетсе де, имансыз кетсе, хотя бы ол үшін дұға ет, ол үшін садақа бер. Уайымдасаң, оның мына өмірде дым көрмейді ау деп уайымдама дейді. Оны уайымдасаң ақыретін уайымда.
Оның ар жақтан не болып жатыр екен, я Аллахым, сен мейірімдісің ғой. Мен қазір ана кісіні ойлап уайымдап та, мысалы жақының қайтты аурудан, бірақ имансыз кетті деп ойлайсың ғой, енді ля иляха илlalлах деп айта алмай қалды деген сияқты. Сондай уақытта уайымдайсың ғой, енді қайғырып не жатыр екен деп. Ақыретін ойласаң дейді, айт дейді да, жалпы, я Аллахым, мына адамды мен уайымдап тұрмын. Ана кісіге енді қатты жаным ашып тұр, бірақ сен менен де мейірімдісің ғой. Сен менен де ана кісіні былай айтқан құтқарып аласың. Я Аллахым, мына кісінің жаңағыда қабірін кең қылшы, оның сұрақ жауабын жеңіл қылшы. Я Аллахым, жанаттық сенің құлдарынан болсыншы деп, наоборот, ана адам үшін дұға ету керек екен, оның ақыретін ойлау керек екен, и ол адам үшін не істей аласың сен? Садақа бересің бәлкім. Сол адамның артынан Құран оқытасың ба? То есть получается, тек қана ойбай дым көрмейді ау, мына ауру деген бәле болды ғой демей, керісінше ақыретін ойла дейді да. Ал егер сенің жаңағыдай жақының, бәлкім таныстарың аурудың себебімен қатты ауырып, жаңағыдай қайтыс болған болса, бірақ жақсы өліммен, иманмен кетсе, ля иляха илlalлах деп мысалы да, онда қуан дейді. Қуан. Неғып қуанасың, біртүрлі естіледі ше, бұл үшін кешірім сұраймын, бірақ қуану керек екен. Неге? Менің айтқан кезде жақыным сондай бір иманмен кетті. Осындай бір андай болады, Аллах Тағала ол адамды осы ауру арқылы алғанды қалады, бірақ ол кетті кімге? Менен де мейірімді, менен де әлде қайда өзінің құлын жақсы көретін, өте қамқор, рахман, рахим Аллахына кетті ол. И ар жақтан жағдайы жақсы деп уайымдамау керек екен да. Неге? Өйткені біз уайымдап жатырмыз да. А вы что думаете, Аллах ол құлын ойламайды? Ол құлын жақсы көрмейді деп ойлаймыз ба? Нет же, олай емес қой. Сол үшін де адам түсіну керек екен, оның сынағы бітті уже болды. Вот наоборот, аясаң өзіңді ая да. Мен әлі сынақта жүрмін. Неше түрлі нәрсе білдіретінді Құдай біледі әлі не болатын. Ана кісі бітті, болды, оның экзамені бітті. Ал біз әлі айтқан кезде экзаменде жүрміз, біткен жоқ біздікі. Понимаете? Сол үшін де дейді, егер сенің қандай да бір жақының осы бір аурумен ауырып қайтыс болса, уайымдасаң, ақыретін уайымда. Ол туралы жаның ашса оған, мына өмірде дым көрмейді деп жаны ашма, наоборот, ол адам артынан садақа бер, Құран оқыт, айтқан кезде, ол адам артынан көп дұға жаса, айтқан кезде. То есть получается, осылай ойлау керек екен да. И естественно, адам іште уверенно болу керек екен, что ол адам Раббысына кетті. Болды, ол Раббысының алдында. Ол жақтағы халін мен уайымдамау керекпін, өйткені ол Раббыға қалған іс та. Сол үшін де дейді, адам осындай бір адам ауру себебімен кетсе, ол адам туралы жан ашып, мына ауру бекер келді, әділетсіз келді ау мына ауру деп ойламауы керек екен. И соңғы хикметі дейді, жалпы альхамдулиллах әля кулли хал деген нәрсе бар да. То есть, я Раббым, не болса да, қандай жағдайда болса да, саған мақтаулар болсын деген осындай бір әдемі сөз. Ол дегеніміз не? Ауырып жатқан адам дейді, қанша ауырып, қанша Аллахым неғып келді мына ауру, не үшін ауырып жатырмын деп ойласа да, хотя бы ішінде альхамдулиллах әля кулли хал деп айтса дейді, болды дейді да. Ол ауру айтқан кезде тіпті ақталды деп есептеуге болады екен. Неге? Өйткені адамның өміріне сондай ситуациялар келеді. Не үшін? Альхамдулиллах деп айту үшін. Жай ғана. Сол үшін де ауруға бәле, бұл жаман, бұл келмеу керек еді, бұл әділетсіз келді, не үшін ауырып қалдым, бұл мен жаман болғаннан кейін келді, мен күнәларым болғаннан кейін келді ғой деп жеп, біреуге ренжіп, өз-өзіңді жеп, жерден алып жерге салып керек емес екен. Ол вот это все это неправильно. А правильно как? Міне осылай сіздерге хикметін бөлісу арқылы айтып бердім да, қалай ойлау керек деген сияқты. Енді осы ауруға байланысты мен сіздерге бір күшті амал бергім келіп тұр. Жалпы бұл амалды мен осыдан жарты жыл бұрын берген болатынмын. Жалпы бізде дінімізде бәріміз бәлкім білетін шығармыз, Фатиха деген сүре бар. Құранның анасы дейді да оны. То есть айтқан кезде ең бірінші тұрған сүре Фатиха сүресі. И именно Фатиха сүресін ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям андай шифа қылып қолданған екен да. Шифа қылып қолданған кәдімгідей. Ауырып қаласың ба, Фатиха сүресін оқып, дәретіңді ал да, Фатиха сүресін оқып, өзіңе шифа андай дем сал. Аллахтан шифа сұрап. То есть Фатиха мен жазады емес, Аллах мені жазады осы Фатиханың себебімен деген сияқты. Именно Фатиха сүресін шифа сүре деп айтады да. Ендеше осы Фатиха сүресімен сіздерге амал бергім келіп тұр. То есть бірақ бұл амалды бермес бұрын айтар едім ше, білесіздер ма, осы амал арқылы осы сабақты алған кісі, осы амалды оқыған не бар, оқушым бар. Вот сол кісі өзінің жақыны қатты ауырған кезде, рак болып қалған ғой енді. Сол кезде мешітке барып осы амалдарды орындаған екен да. И интересно, сол моментте енді Құдай айдап жанына бір кісі келген. Оның да жақыны осындай қатты ауруға шалдығып қалған. Оказывается, осы амалды берген екен. Сіз мына амалды пайдаланып көріңізші, менің де жақыным ауырып жатыр осы рактан, сіз де пайдаланып көріңізші деп осы амалды берген екен да. Ең қызығы, жаңағы кісінің жақыны жазылып, ал осы амалды жаңа берген оқушым өзі жасаған, оның да жақыны уже беті бері қарап келе жатыр екен. То есть получается, даже ракты да жеңеді екен да Фатиха.
То есть Аллах Тағала осы фатиханың құрметімен, фатиханың себебімен тіпті біз жазылмайды ау деген ауруды жазылатын себебі бар екен. Жалпы бұл амалды негізі ауырған адамның өзі жасаған дұрыс та, өйткені енді Раббысынан тікелей өзі сұрау керек. Если ауырған адам оқи алмайтын болса, намаз оқи алмайтын болса, пока ондай халде болмаса, хотя бы жақыны жасауға да болатын шығар деп ойлаймын. То есть бұл жалпы намаз негізі кәдімгі шифа намаз деп айтады негізінде. Кәдімгі нәпіл намаздардың бірі да 2 ғана ракаттан тұрады. Намаз оқи алсаңыздар вообще нұр үстіне нұр болар еді. То есть қалай оқылу керек? Ең алдымен ниет етіп, я Аллахым, осы бір шифа намазының несімен, себебімен сенен өзіме осы ауруыма шифа сұраймын деп, бірінші ракатында фатиханы сосын 3 рет ықылас оқу керек. Екінші ракатында да фатиха сосын 3 рет оқып, намаз оқып болғаннан кейін 1000 рет я бадиал хажайби бил хойрир хамни илля яумиддин деп 1000 рет зікір ету керек екен. Мен жазып қоямын, обязательно, тоже алсаңыздар болады, иншалла. И осыны зікір ету арқылы Аллахтан өзінің айтқан кезде дертіңе шипа сұрауға болады екен. То есть получается 2 ракат намаз оқисың, фатиха сүресін 3 рет ықылас оқисың, 1 фатиха 3 ықылас. Сосын екінші ракатында тура сондай 1 фатиха 3 ықылас, намаз оқып сәлем беріп болғаннан кейін 1000 рет жаңағы зікірді қайталап Аллахтан осылай шипа сұраса болады екен да. Сол үшін де бұл енді былай айтқан кезде бір амал ғана да, жай ғана себебі ғана. Бірақ біз түсінуіміз керек, что біздің бойымыздағы ауруды жіберген Аллах, и ол ауруға шипа беретін де Аллахтың өзі екенін түсініп, Раббымыздан сұрау керек екен. Жалпы жаңа көрсеңіздер, андай фатиха сүресін шифа дейді да, именно фатиха сүресін шифаға қолданады. Бірақ білесіздер ма, жалпы дінімізде фатиха сүресін тек қана шифаға қолданбайды. Өмірінде тіпті қандай мәселе болса да, осы фатиха сүресінің көмегімен, осы сүрені айту арқылы шешуге болады да. Тіпті ғалымдардың айтқан сөзі бар ше, айтады да, мен таңғаламын дейді, фатиханы біле тұра өмірінде қиындық болған адамдарға дейді. То есть айтсайшы дейді да, везде бірнәрсе керек па, фатиха арқылы сұра. Бірдеме мәселе болып тұр ма, шифа керек болып тұр ма, фатиха арқылы сұра дейді да. Міне соған байланысты жалпы негізі дінімізде именно осы фатиха арқылы болсын, басқа да осындай керемет зікірлермен жасалатын амалдар бар. Баюдың амалдары бар, бақытты болудың амалдары бар. И сол амалдармен сіздермен бөліскім келеді. Жалпы менде өнім бар, осындай 21 дней богатства деген. То есть 21 күн бойына кәдімгідей өте ауқымды түрде, ол жерде қателеспесем 18-ден астам техника бар. Осындай дінімізде фатихамен жасалатын, әртүрлі зікірлермен, Аллахтың есімдерімен кәдімгідей Аллахтан байлық сұрайтын, сондай бақыт сұрайтын амалдар бар. И сол өнімді сіздерге ұсынғым келеді. Бағасы 20 000 теңге. И ең жақсысы, сіздер 20 000 теңге төлеген кезде не только қолдарыңызға өте ауқымды, өте көп техника аласыздар, именно осы бір амалдармен, керемет Аллахтың есімдерімен сұралатын, еще қасына бонус ретінде 21 дней счастья деген, яғни бақытты болуға, то есть андай не только бай болуға, еще бақытты болуға бағытталған 2 өмірлік бақыт сұрайтын осындай өте ауқымды тағы да сабақты бонусқа беретін боламын. Алу үшін төмендегі ссылкаға бассаңыздар, дәл қазір алып, дәл қазір пайдаланып кете аласыздар. Сондықтан жалпы айтатыным сабақтың соңында ауырмайық, ауырсақ та Аллахтан келген хикмет деп бағалайық. Сіздермен бірге болған Жұлдыз, и бұл Хикмет пердесі каналы. Жалпы каналға подписка жасап, лайк қойып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, ол мен үшін айтқан кезде көмек. Неге? Өйткені осындай пайдалы сабақтарды, видеоларды көбірек адам көреді. Так что сіздің поддержкаңызды күтемін. Сау саламатта болайық, көріскенше.